1961 жылы Теміртау мәдениетінде маңызды оқиға болды. Энергетиктер мәдениет сарайы өз есігін ашты. Теміртаудың орталық алаңынан 15 метр биіктікте орналасқан сарай ғимараты Ленинград жобалары бойынша тұрғызылды. Киевтен келген декораторлар ішкі безендірумен айналысты. Свердловск қаласынан келген суретшілер қабырғаларға сурет салды. Мәскеуден жаңа сарайға перделер үшін ондаған метр сәнді плюш, Ригадан люстралар мен шамдар әкелінді. Мәдениет сарайының құрылысы 10 жылдан астам уақытқа созылды. Сондықтан оның ашылуы өте қуанышты оқиға болды. Залдар мен бөлмелер жұмыстың алғашқы күнінен бастап қала тұрғындарымен толықты. Энергетиктер мәдениет сарайында 17 шығармашылық ұжым, кітапхана, көрермен және дәріс залдары жұмыс істеді. Концерттер мен некені салтанатты тіркеу өткізілді. 90-шы жылдардың ортасында экономикалық қиындықтарға байланысты энергетикалық мәдениет сарайы өз жұмысын тоқтатты. Жекеменшікте ғимарат қирай бастады. 2023 жылы сарай мемлекеттік меншікке өтті. Енді тек бізге байланысты оның бастапқы келбетін қалпына келтіре аламыз ба, жоқ па? Теміртаулықтар, егер сіздерде энергетиктер мәдениет сарайының сыртқы және ішкі келбетінің фотосуреттері мен естеліктер сақталған болса, Теміртау өлкетану музейіне немесе Теміртау қаласының мәдениет бөліміне хабарласуларыңызды сұраймыз. Тіпті ұсақ-түйек ақпараттың өзі тарихи нысанды қайта қалпына келтіруге көмектеседі. Тек бірігіп, біз энергетиктер мәдениет сарайына екінші өмір сыйлай аламыз.